Бүгін мен сіздерді өте қызықты елмен таныстырамын. Бұл елде бағалы қазбаларда, заманауи зауыттарда, құнарлы алқаптарда жоқ. Бастауыш және орта мектептегі білім міндетті және тегін. Елдегі сауаттылық деңгейі 100%. Мұнда өз ақшаларын басып шығармайды. Ал жұмыссыздық деңгейі 2,5%. Мұнда әуежай да темір жол да жоқ. Бар болғаны шамамен 200 шақырым асфальтталған жолдар ғана бар. Елде ешқашан әскерде, қорғаныс министрлігі де болған емес. Түрмелер де жоқ. Ал адвокаттар мен олардың қызметіне тыйым салынған. Қылмыс деңгейі әлемдегі ең төмен деңгейлердің бірі. Әр 100 мың тұрғынға шамамен 154 қылмыс тіркеледі. Елде пошта қызметі барлық тұрғындар үшін тегін. Бұл ел жан басына шаққандағы туристер саны бойынша Ватиканнан кейінгі екінші орында. Елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 83 жылды құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша ел әлемде екінші орында және тек Жапониядан кейін қалып отыр. Ұзақ өмір сүруге ең таза ауа, суық бірақ күн сәулесіне бай климат, жылына 300 шуақты күн, сондай-ақ жоғары сапалы медициналық қызмет ықпал етеді. Бұл қызмет жұмыс істейтін азаматтар мен олардың отбасыларына тегін ұсынылады. Елде кез келген валютада мәміле жасауға болады, өйткені валюталық бақылау жоқ. Ел аумағының көп бөлігін таулар, ормандар, өзендер, көлдер мен шабындықтар құрайды. Қоршаған орта қорғалған, табиғаты теңдессіз. Кез келген турист өзін еркін әрі жайлы сезінеді. Қызмет көрсету жоғары деңгейде және адамдар өте сыпайы. Бәрі мәдениетті және өркениетті. Бұл жерден кеткінде келмейді. Бұл Андорра мемлекеті. Андорраны картадан бірден табу оңай емес. Оның аумағы небәрі 468 шаршы шақырымды құрайды. Және Испания мен Франция сияқты алып көршілерінің ортасында орналасқан. Олардың аумағы Андоррадан 1000 есе үлкен. Кішкентай Андорра барлық жағынан таңғажайып және тартымды. Мұнда адамдар ұзақ өмір сүреді. Армия қажет емес, климаты жайлы, ал өмір тыныш әрі өлшемді. Мұндағы тұрғындар көп сөзді емес және киім түсі арқылы да көпшіліктен ерекшеленгенді ұнатпайды. Жергілікті тастан салынған үйлер мен қарапайым көшелер жарқын жарнамалармен көзге түспейді және тек кешке қарай туристермен жанданады. Дегенмен сауда саласының білгірлерінің пікірінше, дәл осы жерде ең сапалы тауарларды Еуропадағы ең төмен бағамен табуға болады. Ел кедендік баж салығынан босатылған аймақ. Сондықтан дүкендерде Еуропадағы дүкендерге қарағанда 20-40% арзан танымал брендтердің өнімдерін кездестіру таңғаларлық емес. Андорра соңғы жарты ғасырда айрықша керемет елге айналды. 1960 жылдары хиппи қозғалысы ақш-тағы әскери және ядролық қақтығыстардың қызған шағында Пиреней князьдігі Андорраның ежелгі бейбітшілік, бейтараптық және қарусыздану дәстүрін жоғары бағалады. Себебі Андорра қару-жараққа жылына бар жоғы $5 жұмсайтын. Және басқа ірі елдерден айырмашылығы қауіпсіз мемлекет болатын. Бұл 10 жылдықта Андорра тұрғындары сауда-саттықтың, салықтық жеңілдіктердің және туризмнің арқасында өмір сапасының айтарлықтай артуына куә болды. Туризмнің дамуына, шаңғы спортына арналған спорттық нысандардың салынуы да әсер етті. Экономикалық табыстар жұмыс күші қажеттілігін туындатып, Испаниядан, аз дәрежеде Португалиядан миграция ағынын шақырды. Нәтижесінде шетелдіктердің саны жергілікті халықтың санынан асып түсті. Қазіргі Андорра князьдігі негізінен туризм арқылы табыс табады. Бұған елдің географиялық орналасуы ықпал етеді. Ел Пиреней тауларының етегінде орналасқан және мұнда көптеген тау шаңғы курорттары бар. Әлемге әйгілі курорт Андорра ла Велла Андорраның астанасы болып табылады және мұнда гольф клубтар да бар. Сонымен қатар көптеген салықтық алымдардың болмауы таулардың бағасын төмен деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Бұл елдегі сауда туризмін жандандырады. Табысты шопинг тек Испания мен Франциядан келген туристерді ғана емес, басқа елдерден келген қонақтарды да қызықтырады. Жыл сайын 468 шаршы шақырым аумағы және 90 мың халқы бар бұл елге 10 миллионнан астам турист келеді. Бұл Андорраны әлемдегі ең туристік елдердің біріне айналдырады. Соңғы 10 ғасырда Андоррада ешқандай ірі әскери қақтығыстар болған жоқ. Сондықтан армияға деген қажеттілік мүлдем жойылды. Сирек кездесетін тұрғындар арасындағы немесе туристер арасындағы келіспеушіліктерді шешу үшін полиция жеткілікті. Осылайша түрме қызметкерлері мен адвокаттардың кәсібі де жоғалып кетті. Андорра Франция және Испаниямен ассоциацияланған ел.
Бұл дегеніміз формалды түрде тәуелсіз мемлекет болғанымен, ел кейбір билік өкілеттерін осы екі көрші мемлекетке сеніп тапсырады. Андорраның екі ресми басқарушысы бар: Франция президенті және Испанияның Урхель епископы. Алайда елді шын мәнінде бір палаталы парламент, жалпы алқаптар кеңесі басқарады. Айта кету керек, Андорра Еуропалық одаққа кірмейді. Елдің сыртқы қауіпсіздігіне Испания мен Франция жауапты. Қазіргі таңда ел халқының шамамен 50% жергілікті тұрғындар. Қалған 50% иммигранттар. Шетелден келгендерге төмен салықтар мен банктердің жоғары құпиялылығы тартымды. Андорра банктерінде орыс тілінде сөйлейтін мамандардың болуы мұнда ТМД азаматтарының да көп екенін көрсетеді. Андорраға қоныс аударғысы келетіндер үшін жайлы өмір сүру жағдайлары, жылы климат, таза таулы ауа және әлемдегі ең жоғары өмір сүру ұзақтығының бірі маңызды рөл атқарады. Туризм саласы елдің жалпы ішкі өнімінің 80%-ын қамтамасыз етеді. Туризм мемлекеттік бюджеттің негізгі табыс көзі. Ең үлкен танымалдылыққа тау шаңғы маусымы ие. Ол желтоқсанның басынан сәуірдің ортасына дейін созылады. Жазда туристерді әсем таулы пейзаждар мен орта ғасырлық ескерткіштер қызықтырады. Елде 40-қа жуық қонақ үйлер және сонша спа салондар бар. 20 ғасырдың ортасында үкімет туризмді дамытуға бағытталған шараларды қабылдап, Андорраға шетелдік инвестицияларды тартты. Бұл құрылыс жұмыстарының жандануына және жер учаскелерінің бағасының өсуіне ықпал етті. Қызығы, Андоррада әуежайлар мен теміржолдар жоқ, тек автомобиль көлігі бар. Елді Испаниямен байланыстыратын алғашқы жол 1911 жылы, ал Франциямен 1933 жылы салынды. Алайда Андорраның экономикалық жүйесіне мұқият қарасақ, оның либертариандық принциптерге негізделгенін байқаймыз. Мұның бәрі Андорраны бүгінгі күні Еуропадағы салықтық оазиске айналдырды. Ал елдің экономикасында банктік сектор маңызды рөл атқарады. Сол себепті елде сәнді бұйымдар саудасы да гүлденуде. Шетелдіктердің көпшілігі Андорраға бір күнге келіп, көрші Франция мен Испаниядан арзан бағамен сауда жасау үшін келеді. Андоррада ең танымал тауарлардың ерекше төмен бағасы шопинг туризмнің дамуына себеп болды. Енді елдің валютасы туралы айтатын болсақ, Андорра ресми түрде еуро аймағына кірмесе де, өз аумағында еуроны пайдаланады. Елдің өзінің валютасы жоқ. Андорра еуро аймағына ресми келісімсіз кіріп, басқа еуропалық елдердің пікіріне мән бермей-ақ бұл шешімді қабылдады. Елдің ерекше салықтық режимі кез келген ыңғайлы төлем әдістерін таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге ел аумағында кез келген валютамен мәміле жасауға болады. Өйткені Андоррада валюталық бақылау жоқ. Әлемнің жетекші төлем жүйелерінің кредиттік карталары мен туристік чекпен де төлем жасауға болады. Елдің күрделі географиялық орналасуы мен қашықтан банк қызметтерін жүзеге асыру қажеттілігі Андоррада телекоммуникацияның жоғары деңгейде дамуына ықпал етеді. 2010 жылдың соңына қарай елдегі әрбір үй интернетке талшықты оптикалық кабель арқылы қосылып, ең төменгі жылдамдық 100 мегабит секунд болды. Андоррада жер, жайылым, орман және жер асты байлықтары жеке меншікке жатпайды. Олар мемлекетке немесе қауымдастықтарға тиесілі, ал жеке адамдарға тек пайдалануға беріледі. Орта ғасырлардан бері ет өнімдері мен дәріханалық тауарлар сатылымынан түскен табыс князьдіктің қазынасына түсіп, оның кіріс көздерінің бірі болып келеді. Андоррада өнеркәсіп ел экономикасының басты саласы болып саналмайды. Елде бірнеше ұсақ кәсіпорындар бар, бірақ олардың ел экономикасында айтарлықтай рөлі жоқ. Бұрын металлургияның дамуына ықпал еткен темір рудасы қоры өткен ғасырдың соңында таусылған. Қазіргі уақытта Андорра металл өнімдерін басқа елдерден импорттауға мәжбүр. Андорра экономикасының ең маңызды салаларының бірі электр энергиясын өндіру. Елдің әртүрлі аймақтарында шағын бірақ жылдам өзендерде шағын электр станциялары салынған. Олар көршілес ауылдарды электр қуатымен қамтамасыз етеді. Осылардың ең ірісі Лес-Элькадес қаласында орналасқан
қуаттылығы 26,5 мегаватт болатын электр станциясы. Бұл станцияның өндіретін электр энергиясының бір бөлігі Каталонияға экспортталады. Соңғы жылдары шетелдік туризмнің өсуіне байланысты жергілікті сувенирлер өндірісі де қарқын алды. Андорраға келген туристер арасында кең таралған сувенирлердің бірі кен мойынды және жіңішке тұмсықты шыны құтыларға құйылған андорралық шараптар. Сонымен қатар ұзындығы жарты метрге дейін жететін, салмағы 1 килограммға жуық үлкен сигарлар да танымал. Қазіргі Андорраның гүлденуіне қарамастан 1278 жылдан бастап бірнеше ғасыр бойы бұл жабық кедей ел болғанын ұмытпауымыз керек. Тұрғындары қарапайым егіншілікпен және Испания-Франция шекарасы арқылы заңсыз тауар өткізу арқылы күн көрген. Тек екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1950 жылдары елде экономикалық реформалар басталып, Андорраны Еуропаның ең бай елдеріне айналдырды. Бірақ бұл үшін Андорра алдымен әлемге ашылып, экономикасының негізіне либертариандық принциптерді енгізу керек болды. Қалайша бұл ел феодализмнің қалдықтарынан тек 1993 жылы құтылған кішкентай мемлекет мұнайсыз, газсыз, егінсіз өзін-өзі қамтамасыз етіп отыр. Және бір адамға шаққанда 50 мың ақш доллары көлемінде жалпы ішкі өнімді көрсеткішімен мақтана алады. Ол әрі қарай дами береді. Қазіргі өмір сүру деңгейі тіпті көршілес Испаниядан да жоғары. Ал Испания кезінде әлемнің түкпір-түкпірінде көптеген отарлары болған. Бұл жетістіктің сыры неде? Бәлкім бәрі адамдардың өзінде шығар? Мәдениетте ме, дәстүрлерде ме?